Сәлем достар, барлықтарыңызға қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Асимүлі Ханқызы, 2 жылдық опыты бар практик таргетолог. Бүгін сіздерге өте пайдалы видеомен бөлісемін, яғни конкуренттерге қалай анализ жасаймыз және конкуренттеріміздің рекламаларын қалай қараймыз, сол туралы көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лүпіл басып және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздерге пайдалы болсын. Ең бірінші таргетке видеоңызды салар алдында қалай болса солай конкуренттерге анализ жасамай салу өте қателік, яғни бюджетіңіз слив болып кетеді. Сол үшін ең бірінші қандай нишамен айналысасыз. Мысалы, массажбен айналысатын болсаңыз, инстаграмнан өзіңіз сияқты массажбен айналысатын клиент, яғни конкуренттеріңізді зерттейсіз. Қандай контенттер салып жатыр, қандай видеолар салып жатыр, бағасы қаншадан деген сияқты инстаграмның контентін, актуальный прайсын барлығын бірінші қарап аласыз. Соған қарап, сіздікінің бір дұрыс емес жерлері болса инстаграм парақшаңызда, инстаграм парақшаңызды ең бірінші дұрыстайсыз. Ең бірінші естеріңізде болсын, біздің инстаграм парақшамыз өте үлкен рөл ойнайды. Таргетке жібермес бұрын ең бірінші инстаграм парақшаларыңызды дұрыстап алыңыздар. Одан кейін енді қараңыздар. Конкуренттеріміздің инстаграмын жөнде тексереміз, зерттейміз. Одан кейін қандай реклама жіберіп жатқанын қайдан көреміз. Ол үшін Googleға кіресіздер, поискқа библиотека рекламы Facebook деп жазасыздар. Яғни бұл Facebooktың библиотекасы. Бұл жерден қандай реклама кетіп жатыр, барлығы көрінеді. Осыны басып кіреміз. Мына жерде библиотека рекламы дегенді басасыздар. Бізде осылай болып ашылады. Енді астыға түсеміз. Поиск рекламы деген жерде Қазақстан болып тұрады. Міндетті түрде Қазақстанды қараймыз. Категория рекламы деген жерді басып, все объявления дегенді таңдап аласыздар. Одан кейін мына жерде поиск. Кім қандай саламен айналысады, соған байланысты өзіңіз или кімге реклама жіберейін деп жатсыз, соның конкурентін жазасыз. Мысалы, мен массаж саласына реклама шығарайын деп жатырмын. Маған массажға байланысты қандай рекламалар кетіп жатыр Фейсбукта, сол керек. Массаж деп жазамыз. Массаж деп общий қарасаңыздар болады, или тек қана детский массаж шығаратын болсаңыз, детский массаж деп қана жазсаңыз болады. Или сумка, или тағы не сатасыз, соның барлығын осы жерге поискке жазып іздей бересіздер. Енді мынау активно деп тұрған дәл қазір Фейсбукта, Инстаграмда жүріп тұрған рекламалар. Көрдіңіз бе? Тіпті сізге көрсетіп тұр, мынандай конкуренттеріңізді қарайсыз да, зерттейсіз. Мысалы, мына видеоны көрейік. Не көрдіңіз бе, мынандай реклама кетіп тұр. Және мына жерде жазып қойған, бағасын жазып қойған, массаж лица деп қойған, 5 процедура 30 000 теңге деген, бірақ мына жерде мало показов деп көрсетіп тұр. Бұл реклама аз қаралым жинап жатыр деп тұр. Яғни бұл рекламаның несі дұрыс емес, оффері дұрыс емес, или клиентті дұрыс қызықтыра алмай тұр. Көрдіңіздер ме? Мынандай рекламаларда өте қатты өтпейді. Мына жерде мысалы қараңыздар, өте текст, сөз өте көп. Ешқандай бір клиентті қызықтыратындай баннер көріп тұрған жоқпын мына жерде. Мына жерде міне мынаулар жақсы қаралып жатыр. Бұл неге байланысты жіберген сияқты. Шаршаған әпке құрбыңыз болса, барша көмектесіп тірлігін жеңілдету. Так. Енді араласып кеткен, әркім әртүрлі, мысалы массаж деген страницадан басқа реклама жіберу мүмкін, бірақ біз массаж деп іздеген кезде бізге шығып қалып жатады. Төменге қарай түсеміз. Міне.
Я мама Тамирис. Мы ходим с 2 месяцев. Сейчас моей дочке уже 4. Пришли мы с запросом. У моей дочери был небольшой гипертонус. Нас невропатолог отправил. Мы ходим к Маржан. Все очень супер легко. Ребенок довольный. Ребенок потом спит. мына видео жақсы өтіп тұр, иә. Бұл жерде көріп тұрсыздар ма, отзыв салған, мамашаның отзывын салған, қалай баласына массаж жасап жатқанын, мамашаның қалай риза екенін салып қойған. Өте жақсы өтіп тұр, иә. Осындай нелерге қарайсыздар. Төмен қарай түсіп барлығын зерттейсіздер. Мысалы, мына жерде жазған: балаңызға массаж алдыңыз ба, бірақ нәтиже болмады ма? 100% нәтижелі балалар массажының барлық түрін жасаймыз. ЛФК, фитбол, подарок деп қойған, көрдіңіздер ме? Үйге барып жасау қызметі 5500 теңге күніне. 10 күнге или 5000 теңге, сонда 10 күндік курстар бұл массажға байланысты. Осылай қарайсыздар, тек қана массажға емес, көп деген, мысалы, немен айналысасыз тағы да? Қандай сала? Мысалы, Арис графикке, көбіне реклама Арис графикке де болып жатады, иә. Қазір көбісі Арис графикпен айналысады. Қандай рекламалар салынып тұр, мінекей, қандай реклама жүріп жатыр, соның барлығын осы жерден көре аласыздар. Не, Арис шешемі деген. Жалақының 50%-ын ұстау тоқтайды. Сот орындаушының 25% ақысын қосып төлемейсіз. График жасап алуға болады деп жазып қойған. Тегін консультацияға жазыл деп тұр, иә. Көрдіңіздер ме? Жалпы осы сайттан қараймыз. Осы сайттан кез келген өзімізге керекті реклама, қандай рекламалар жүріп тұр, соны көре аламыз. Және құрметті достар, бұл сайттан бөлек бізде таргетте анализ стратегия деген нәрсе бар, иә. Яғни ол деген үлкен бір жұмыс деп айтсақ болады. Өйткені реклама жібермес алдын біз тек қана бұл библиотека рекламы фейсбукпен шектелмейміз. Яғни біз офер құрастыруымыз керек, клиенттің проблемаларын тауып соларға решение беруіміз керекпіз, иә. Соның барлығын анализ жасау арқылы ғана шешеміз. Сіздерге осы видео пайдалы болды деген ниеттемін. Және кәсібіңізге реклама қажет болса, я болмаса таргетті үйренгіңіз келсе, менің мини таргет курсым бар, өте арзан бағада. Я болмаса менен обучение алсаңыздар да болады. Өте жеңіл түсіндіремін, үйретемін. Және егер таргет қажет болса, сізге таргет реклама шығартқыңыз келсе, онда маған жазыңыз. Мен сіздерге нәтижелі таргет рекламасын шығарып беремін. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ниеттемін. Менің YouTube парақшама кірсеңіздер, қалай таргетті жібереміз, вовлеченность стилі арқылы қалай өзіміз жібереміз, соның барлығы көрсетілген. Парақшаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеоны ең бірінші болып көру үшін.